армысыздар, құрметті әлеуметтік желі оқырмандары. Іле аудандық кітапханасы 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясының қабылданғанына 25 жыл толуына орай назарларыңызға ұлық тұтар ұлы заң атты кітап көрмесіне видеошоу ұсынады. Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының ата заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Олар мемлекеттік тетік қоғамдық саяси институттар ретінде қызметінің негізгі боларлық принциптерін орнықтырады. Адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіленеді. Экономикалық құрылыстың негізін айқындайды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның қабылданған екінші конституциясы. Алдағы конституция 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған болатын. Кез келген мемлекеттің елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат Конституция. Онда мемлекеттің барлық құрылымдарының, жеке азаматтардың пен ұлыстың әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. Конституция мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан еліміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі.